берекелі уақыт болсын. Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге тегін беретін курстар жайлы толық ақпарат беруге шығып отырмын. Сіздерге психосоматика курсына қатысқандарыңыз үшін квантовый скачок, миллионер мышлениясы және де я-волна, яғни энергияны көтеретін жаттығуларды, әдістерді, вибрация, волна, толқын деген не, соны түсіндіретін, соны түсіндіріп ашып айтатын. Сіздерге ол курстардың барлығын тегін беремін. Ең бастысы, сіз психосоматика курсты алсаңыз, сіздер білесіздер ме, қандай бір фишкама, бір сиқырлы таяқша алатындарыңызды. Адамның денсаулығы ең бірінші ол өзінің ішкі наным сенімдерінен шығады, кез келген ауру. Соның алдын алатын сіздерде сондай бір күш болатын болады. Соны мен үйретемін. Психосоматика курсын алған жандардың ішінде квантовый скачокты, миллионер мышлениясын және де энергияны көтеретін сабақтарды тегін беремін. Сонда ойлаңызшы, комбо курсты сіз небәрі 10 000 теңгеге алып отырсыздар. Давайте енді сіздерге жалпы психосоматика сабақтан не үйренесіздер, соны кішігірім. Бүгін мына картинка ұнап қалды өзіме. Береги себя дейді. Адам өз-өзін қадірлемесе, құрмет деген адамның өзінен басталады. Адам өзін құрметтеп, өзін қадірлемесе, ол айналасына өзін мойындатам деген, ол босқа бекер дүниеде. Сол үшін мынау картинка ұнап қалды, соны скриндап алғанмын. Так, сонымен кеттік. Психосоматика жалпы не үшін, қалай шыққан, сіздерге түсіндіріп өтейін. Көп адам сұрағы мынау, блог деген не нәрсе, ол блог деген қалай, не ол деп сұрап жатады. Блог деген осы уақытқа дейін қанша рет естіген шығарсыздар, бірақ оны бүйтіп осылай видеомен, фотомен қойып қойған эксперт десем болатын шығар. Мен шығармын, қараңыздаршы. Бізде мысалға адам болған екен неше түрлі ситуациялар болады, Адам болған екен, пенде болған екен, ұрсып қалатын кездер болады, ренжісіп қалатын кездер болады, бір проблема шешілмей жатқан кездер болады, немесе біреуге бір нәрсені айтамыз деп айта алмайған кездер болады. Бір мәселе болады, сіз өзіңізді инабатты көрсеткіңіз келеді, бірақ ішіңізден ана зығырданым қайнап тұр дейді ғой. Сондай бір сезімдеріңіз толық жарылайын деп тұрсыз да, бір сөзбен айтқан кезде. Бірақ сіз қой мен жаман деп ойлап қалмасын дейсіз да, кәдімгідей айтылайын деп тұрған дүниенің барлығына блок қойып тастайсыз. Мына жерде кірпіштерді көрдіңіздер ғой, бірінші суреттегідей. Сіздің қобалжуыңыз, ана жақта сіз кірпіштерді қойып тастадыңыз, блоктарды өз қолыңызбен қойдыңыз, және де сіз өзім шеше аламын деп блок қойып тастадыңыз да. Если сіз сол мәселені біреумен ақылдасып шешсеңіз, вообще негізі кез келген дүние бізге, кез келген сезім, кез келген қорқыныш, уайым, ашу, сондай дүниенің барлығы бізге Алла тағаладан беріледі екен да, чтобы біз екінші адамға сол сезімді жеткізу. Сезімді біз негізі әшейін жеткізушіміз, оны туғызып атқан, оны бойымызда қайнатып атқан ол Алла тағала да. Ол арқылы, жаңа сезім арқылы басқа біреулерді через сіз арқылы тәрбиелеу мүмкін, немесе сізді тәрбиелеу мүмкін. Біз оны жоқ, бұлай айтуға болмайды, ұят болады, анандай болады, мынандай болады деп біз блоктап тастайды екенбіз да. Ал енді екінші бір мәселе бар, айту керек екен, мен өзімнен босату керек екенмін дейді да адамдар. Ай шай жоқ, басы көзі жоқ, көңілге келе ма, көңілге келмей ма, әйтеуір айтып тастайды да. Көркем жеткізу деген нәрсе бар. Сезімдерді көркем жеткізу. Мен оны осы психосоматика сабағында арнайы кәдімгідей бір бөлім қылып, адамдарға сезімді көркем түрде жеткізудің, содан кейін осы ситуация не үшін сізге туып тұр, сол ситуациядан қалай шығамын, сол нәрселердің барлығын сіздерге сабақта түсіндіріп айтатын болам. Ол бізде психосоматика бөліміне кіреді. Так, ары қарай кеттік, ұнап жатыр ма? Бір-екі кері байланыс беріп жүріңіздер.
біз психосоматиканы оқыған кезде ағзамыздың әрбір органынан ағзамыздың әрбір органына қарап былайша айтқанда пал ашамыз ғой. Бұл бірақ медицинада кәдімгідей дамыған білім, кәдімгідей ғылым білім ғой, ол үлкен. Просто мен сіздерге мына картинканы көріп гадание дегенге былай напрямую айтып жатырмын да. Біз ешкімнің бір не пал ашпаймыз, просто адамның қай жері ауырады, сол жеріне қарап, біз ода қандай проблема болып жатқанын анықтай аламыз. Түсінікті ма осы жері? Мысалға ол тамағымен ауырып жатса, мысалға көзімен, немесе аяғымен. Мен, кстати, бүгін пост салып қойдым. Кімде аяқпен проблема болса, сол постты қарасаңыздар болады. Енді бұл жерде бір мәселе қазір. Басқаларды көрсетейін, қызық, бүгін күшті дайындалдым сабаққа. Әдейі мынау басқа жаққа келгесің ғой, балашадан қашып. Қараңыздар. Аурулардың қай жерде тұрғанына байланысты біз осылай анықтай аламыз да, не болып жатқанын. Енді бұл білу бөлек, оны өмірде қолдану бөлек та. Мысалға сіз білдіңіз, басыңыз ауырып жатыр, оның себебі стресстен екен, аяғым ауырып жатыр, значит мен болашақтан қорқады екенмін деп сіз себебін білесіз. Ол бірінші. Мысалға сіз дәрігерге барған кезде, сізге мысалға тұмау деп айтсақ болады, асқазаныңыз ауырады деп жібереді, асқазаныңыз ауырады деп айтады да, ары қарай оған ем қолданылу керек қой. Сіз мен асқазаным ауырады екен, оның не үшін шыққанын білем дейсіз да, кетіп қалмайсыз ғой. Сол сияқты сіз бірінші себебін анықтағаннан кейін оның қалай шығатынын, ол қалай пайда болғанын сіз осы психосоматикалық белгілер арқылы анықтайсыздар. Мысалға сіздер дәріге, барлығымыз дәрігерге барамыз, дәрігер бізге дәрі береді. Ол дәріні біз қолданамыз. Қолданғаннан кейін біз Аллаға шүкір жазылып кетеміз, иә. Жазылғаннан кейін де бірақ қайтадан белгілі бір уақытта қайтадан ауырып қала береміз да. Не үшін? Себебі біз ана жақтан сезімдерді жіберген жоқпыз да. Ал сезімді жіберу дегеніміз не? Жаңағыдай, қойшы мен айтсам ұят болып қалады, мені басқаша ойлап қалады, мені жаман көкбет деп ойлап қалуы мүмкін, бетбақ деп ойлап қалуы мүмкін деп біз жаңағыдай суреттегде блок қойып қоямыз да. Енді қараңыздар, бізде осы психосоматикалық ауруларға алып келетін бірнеше мысалдарды келтіремін. Және де осындай дүниелермен біз менің сабағымда, жаңа 10 мың теңгелік сабақта сіздер өздеріңіздің проблемаларыңызды өмір бақи шеше аласыздар. Және де тек қана сіз ғана емес, сіздің отбасыңызда қандай адам бар, соның қай жері ауырып жатыр, соны сіз примерно жаңағыдай балшылар сияқты біліп отырасыз. Сенде мынандай проблема, сенде мынандай проблема деп біліп отырасыздар. И және де біліп қана қоймай, сіз оны емделуіне көмектесе аласыз. Қандай күшті деймін да, сіз өзіңізге ғана қамқорлық жасамай, айналаңыздағы адамдардың барлығына көмегіңізді тигізесіз. Мысалға, өзіңді кінәлі сезіну, өзіңді кінәлау бізде мына жақтағы ауруларға алып келеді. Так. Көрініп тұр ма сіздерге? Осыны мен WhatsApp-тағы тегін группама жіберіп қоюым керек еді. Өзіңді кінәлі сезіну, осындай біздің эмоцияларымыз белгілі бір аурулардың туындауына себепші болады. Так, қатып қалып жатқан жоқ, барлығы нормально ғой, иә? Что-то мына жерде андай демалыс аймағы жақта отырған едім, адамдар шулап жатыр. Мысалға қорқыныш. Қорқынышты алайық. Қорқыныштың өзі, қараңыздар, қаншалықты дүниеге жауап береді. Даже бесплодияның өзіне біздің қорқыныштарымыз блок болады екен. Так. Мен бұл тақырыптарға қатты тереңдеп үңілгім келіп тұрған жоқ, оны сабақта түсіндіремін да, просто сіздерге психосоматика дегеніміз не өзі деген. Сіздің мысалға мынау ашуыңызды тұншықтыру, подавление гнева, ол қандай ауруларға алып келеді? Қараңыздар. Панкратит, ұйқы безінің ауруы, сосын мынау көп әйелдер, көп аналар шығып жатады маған. Балаларым түнде төсекке жіберіп қояды деп. Балаларым төсекке жіберіп қояды. Вот, мына. Бала 14 жасқа дейін анасымен тікелей байланысты, ата-анасымен тікелей байланысты болғандықтан, анасы или әкесі, енді в основном әйелдер ғой, біз анасы өзінің жаңағыдай ашу ызасын ішіне тығып қойғанда,
шығарса ата енесіне ұят болады, күйеуінен ұят болады, күйеуі ұрсуы мүмкін. Вот сол үшін әйелдің өзінде сезімдер буырқанып жатқаннан кейін оны баласы көрсетіп жатыр да, ана жақта төсегінен жіберіп қойып. Түсінікті ма осы жер? Тағы соңғысын көрсетіп қояйын. Просто осылай түсіндірмесем, сіздерге психосоматика деген ол ертең күні мысалға мен бұл машинаны, қазір өзім отырған машинаны, мына машинаны күнде ойната бермеймін. Мен бұл бірінші поток да, сабақтың бірінші потогы. Мен бірінші поток психосоматика, еще 3 құнды білімді қазір мен осыны айтып болған екен түсіндірем, қандай білімдер екен. Сол білімдерге мен подарка беріп отырмын, еще психосоматиканы түсіндірем. И еще сіздер мен отырған машинаны просто так сабаққа қатысып білім алып ізденгеніңіз үшін ұтып алуыңыз мүмкін да. И мен екінші поток, үшінші потокқа қайта бұндай қымбат бағалы машинаны қоя бермеймін ғой, себебі маған да энергия керек. Кәдімгідей мен де тәуекелге барып жатырмын, шынымды айтсам. Мысалға, кек. Туберкулезбен ауыратын адамдар сосын андай өкпесінде тас жиналатын, сондай кісілерде мынау кектену, ыза, кек қайтару, тәкаппарлық деген дүниелер осындай аурулар қалып келеді да. Мен осыны обязательно WhatsApp-та группама жіберіп қоямын. Ол жақта группада тегін ақпараттар жүреді. Бірақ ол жерде өңдеудің жолы ештеңе айтылмайды, просто мынадан шығу мүмкін деген жолдар бар. Так, түсінікті ма? Енді қараңыздар. Бізде мынандай нәрсе бар. Жаңа күшті картинка көріп қойған, осы сіздерге айтамын деп сохранить қойғам. Мына қараңыздаршы. Где внимание, там и рост дейді. Біз неге көңіл бөлеміз, сол нәрсені гүлдендіреміз да. Мысалы қараңыздаршы, біз қазір мына қыз келіншектер, біз баламызға қараймыз, Аллаға шүкір, баламыз әдемі болып жайқалып өсіп келе жатыр. Үйімізге қараймыз, үйіміз тап-тұйнақтай болып жатыр. Жан-жағымызға қараңыздар, бірақ біз өзімізге көңіл бөлмейміз да. Не үшін? Мына өмірде сіз болмасаңыз, мына өмір қаншалықты құнды, өзіңіз ойлаңызшы. Бүкіл сіз армандаған үй бар, сіз армандаған миллиондар бар, күйеуіңіз күшті супер-пупер болып кетті, енеңіз, отбасыңыз, балаларыңыздың бар, отличный чемпион да. Сіз олармен мақтанасыз да, бірақ қарап отырсаңыз, ол жерде сіз жоқсыз да. Сіз жоқ жерде өмір қаншалықты құнды, өзіңіз ойлаңызшы. И мен түсіне бастадым, мен өзім бұл нәрсені, айтатын нәрсенің барлығын мен өзімнен өткізгендіктен мен сіздерге смело айта аламын да. Мен қанша дүниеде жасап жатырмын ғой, бірақтан мен өзіме уақыт бөлмейді екенмін да. Мен қалай өзіме уақыт бөле бастадым, айналамдағы адамдар өзімен өзі өзгере бастады да. Көп әйелдер семинарға барады, психологқа барады, сөйтеді да, олар өзгерем дейді да. Осындай бір нелер көріп алады, сөйтеді да, айналасындағы адамдардан күтеді да. Күйеуінен күтеді, енесінен күтеді, туған туыстарынан күтеді. Бірақ білесіздер ме, мына күту деген, ожидать деген нәрседе қорқыныш, жаңағы кек, ашу, ыза деген сияқты ожиданияда бір үлкен бір сенім да, эмоционалдық сенім. И ол бізде кәдімгідей блоктың атасы, былайша айтқан кезде. Біз адамдардан күту арқылы біз өзімізге блок қойып қоямыз. Ал шын мәнінде бізге Алла тағала не деген? Менен сұраңдар деген да. Менен. Алла тағаладан сұрауымыз керек та. Ал біз адамдардан сұраймыз да. Адамнан сұрағанның 2 көзі шығады, Алладан сұрағанның 2 бүйірі шығады деген нәрсе. 2 бүйір шығады деген, ол мұны май жинайды ғой, 2 бүйіріне. Адам қай кезде май жинайды? Көңілі тоқ кезде май жинауы мүмкін да. Былай қарағанда. Так, енді қалай қысып отырмын ақпараттар? Мен тағы біраз ақпараттар берем деп шықтым. Бүгін біраз нәрсе берем. Күшті нәрселер берем, тегін көп ақпарат берем. Сосын мен сабағымда мынандай нәрсе бар. Әкені қабылдау, шешені қабылдау деген нәрсе бар да. Біз енді қазақ болғандықтан осы әкені қабылдау, шешені қабылдау, мен басында осыны түсінбедім бар ғой. Әке жақтан бізде, қараңыздар, күйеумен бүкіл қарым-қатынастың барлығы әкенің түбі әке. Ал өзіңмен түбі қарым-қатынас, балаларыңа деген махаббат, мейірім ол через ана арқылы беріледі.
осы қабылдау, ата-ананы қабылдау, ата текті қабылдау, қайын жұртты қабылдау, балалардың болашағы жарқын болсын десең қандай амал жасау керек, балаларың чемпион, отличник болу үшін қандай әрекет жасау керек. Вот сол нәрселердің барлығын мен осы психосоматика сабағында айтам. Кәдімгідей айтам. Себебі мен қазір менде өте үлкен осознание, трансформация болып жатыр. Сол нәрсені сіздерге де үйретем. Осы негізінде ата тек, родология дегенді мен анау айтқан білмейтінен, бірақ түсініп қалған нәрселердің барлығын, өзім практикамнан өткізген нәрсенің барлығын сіздерге сол сабақта айтып жергім келіп жатыр да. Себебі менің себепшілігімнен біреуіңіз өзгеріп кетсеңіздер, Алланың қалауымен да, ол маған кәдімгідей не да, мәртебе деп айтсам болады. Қазір қараңыздаршы, мұны қараңыздар, жаңа мен сіздерге айттым, біз неге көңілді бөлеміз, сол нәрсе бізде құлпырады, көктейді. Біз қараңыздар, мысалға мынау гүл ұстап отқан су құятын сіз болып отырсыз, сіз қарама қарсыңызда білмейсіз да, бір нәрсені суарып жатсыздар. Мынандай заңдылық бар екен, мен соны білген кезінде мен негативті аузымнан әрбір сөзге абай бола бастадым. Қалай дейсіздер ғой? Мысалға біздің әлемде не айтсаңыз да орындалып кетеді да. Не айтсаңыз да. Жақсы нәрсе айтсаңыз да орындалып кетеді, жаман нәрсе айтсаңыз да орындалып кетеді да. И сол жаман нәрсе айтсаңыз, ол жамандыққа орындалып кететінін біле тұра, сіз біле тұра оны айтатын болсаңыз, сіз саналы түрде өзіңізді улап, өзіңіздің болашағыңызға өзіңіз балта шауып жатырсыз. Мына жерде қараңыздаршы, мына кісі не істеп отыр? Ол қара түнекті суарып отыр да. Неге? Себебі ол кісі ішінде, мына жерде мықты сурет тауып алдым. Адамдар бекерден бекер жаман болайын деп, жаман сөз айтпайды, жаман болайын деп, болашағым жаман болсын деп, мынандай суреттегідей өз өмірлеріне балта шаппайды. Олар қай кезде балта шабады, қай кезде өздерінің жолын жабады. Мен мына сурет маған кәдімгідей әсер етті, айтам. Қай кезде жолын жабады, міне қараңыздар. Сырты бүтін, іші түтін болған кезде. Ішкі халі 0. Сіздер білесіздер ме, мына ішкі хал, самооценка, өзін-өз қалай көтеру, осы мен психосоматика сабағымда бар. Мына ішкі халмен жұмыс жасаған кезде сіздер ұшасыздар ғой, мен сіздерге шынымен гарантия беремін. Себебі менің өзімде болған проблема самооценка. Мен бір жерге барсам, өзімді соңғы орынға қоям, бір жерде жүрсем, как будто біреулер маған күліп атқандай, немесе мен өзімді неудачница сезінем, әйтеуір бір ішім толып қалған бықсық етті. Мен солардың барлығымен жұмыс жасаған кезде менде жүрек көзім ашылды ғой, жүрек көзім кәдімгідей мен мына өмірдің ғажабын любой ситуация менің пользама шешіліп атқанын сезіне бастадым да. Білесіздер ме? Қазір көп адамдар тура осылай жүр, сырты бүтін, сырт көзде күшті болып жүр, бірақ ішінде түтін болып жатыр, түтін. Бірақ білесіздер ме? Адамдар барлығын өзгерткісі келеді, бүкіл бәрімен алысқысы келеді да, общем, ананы түзегісі келеді, мынаны түзегісі келеді, жұрттың бәрін түзегісі келеді. Адам жұрттың бәрін түзегісі келеді, бірақ именно өзіне келген кезде андай қауқарсыз да. Мына қазақ ата бабам айтып кеткен ғой, өзіңмен алыс өле өлгенше деп ше. Ең мықты адам өзін жеңген адам дейді да. Мен мысалға мен өзімді 100%-ға болмаса да 70%-ға жеңдім ше. Қуанам сол нәрсеге. Қуанам. Мен отжимание жасай алмайтын едім да. Андай бір телесный жаттығулар жасай алмайтын едім. Кстати, мен сабағыма қатысқан қыздарға телесный жаттығулар берем. Біз мына миымызбен ғана ойланамыз ғой, шын мәнінде біздің көп жерлерге апаратын ол біздің денеміз ғой. Мысалға сіз ауырып жатсыз да, сіз миыңызбен жатып алып мотивация тыңдап жатқаныңызбен сіздің денеңіз сау болып тұрса, ол сіз еш жаққа барып ештеңені бағындыра алмайсыз, ешқандай жетістікке жете алмайсыз. Мына біздің тәніміз, теломыз мына миымызға бағынған кезде бізде результат сол кезде болады да. Мен сол кезде отжиманияны жасап кеткен кезімде деп таңғалдым да. Неге? Себебі мен тәнімді бағындыра алдым да. Мен біреумен ұрысып, біреумен қазір менде бұрын сондай еді, өзіммен салыстыратын едім. Бүкіл Құдайдың берген энергиясын біреуге жұмсап, біреумен алысып,
өзімді жоқ қылып жер өзімді дамыта бастаған кезде, өзіммен өзім алысып, өзімнің плюстарымды, минустарымды байқай бастаған кезде менде вообще сөзбен айтып жеткізе алмайтын бір дүниелер болып жатыр да. Көрінетін әлемде өзгеріс енгізгім келсе, көрінбейтін әлемнен жоқ пока көрейік енді келіп жатыр. Иә, бірге ғой. көрінетін жақтан өзгеріс пайда, былай ғой, көрінетін жақ деген сіздерге қазақшалап түсіндірейінші. Менің сабағыма қатысқан адамдар, мен бұл оқытатқан бірінші сабағым емес қой. YouTube каналыма кірсеңіздер де қаншама ақпараттар бар, тегін, иә. Қаншама прямой эфирлерді өткізіп жатырмын, тегін. Кеше емес, 2017-тен бастап, 2017-тен бастап мен уже түсіне бастадым да. Аллаға шүкір, мені оятқан да. Аллаға сансыз шүкір, мені оятқан, оянғаныма шүкір айтамын. Сол кезде қараңыздаршы, адам өзіне өзі адал бола бастаған кезде, өзіне өзі жақындаған сайын, Алла тағала айтады ғой, маған бір қадам басқандарға мен 10 қадам жақындаймын. Алла маған қара жүргендерге мен жүгірем деп бір уәде беріп қойған ғой. Вот таң қаласын ал. Біз ойлаймыз да, мына көрінбейтін әлем деген, көрінбейтін әлем бізде нәзік әлем. Квантовый скачок деген нәрселердің барлығы сол жақта болады. Енді мен оның сабағын мықты ұстаздардан, ақыр соңғы Джон Кеха мен Джозеф Морфидің кітабынан уже до конца уже білгеннен кейін, уже мен біліп біте алмай отырмын, бірақ әр оқыған сайын менің андай бір нәрсені уверенно болып отырасың ғой, бірақ андай что-то сомнение сәл болып тұрады ғой. Анау уже 100% кәдімгідей қол қоюға әкеп тұрған нәрселерді көрген кезде, мынаны бүкіл адамдар білсе ғой, бүкіл адам білсе ғой деген менде кәдімгідей бір андай ниет и махаббат бар да. Қараңыздаршы, көрінбейтін әлемнен материя деген қалай? Мысалы, көрінетін әлем, көрінбейтін әлем деп тұрсыз ғой. Көрінбейтін әлем квантовый скачок, нәзік әлем. Ал көрінетін жақ ол бізде материя. Мысалға, сіздер айналаңыздағы адамды, машинаны, заттарды барлығын көресіздер. Көріп тұрған екен, ол сізге материя. Ал көрінбейтін нәрсе ол нәзік әлем. Біз қарасаңыздар, 5% біз материяны көріп жатырмыз. 5%. 95% біздің айналамызда көрінбейтін әлем ше. Мысалы қараңыздар, сіздер мына жерде мысалы қараңыздаршы, біз мұсылман болғандықтан, альхамдулилля мұсылман болғандықтан, біз дұға жасаймыз, дұға жасаймыз. Алла тағалаға дұға жасаймыз, аумин деп дұға жасаймыз. Аумин деп дұға жасаймыз да. И біз қандай бір мықты бір күш бар екенін білеміз, Алла тағалаға жететін да. Біз Алла тағаладан сұраймыз. Осы уақытқа дейін айтыңыздаршы, жан тәніңіздеріңізбен беріліп сұраған дұғаларыңыз, мысалға, ойбай, мына тығырықтан шығуым керек, Аллам құтқаршы деп біз Алла тағаладан сұраған кездегі дұғаларымыз қашан бізге отказной болып келді? 100 дұғаңыздың мұқтажбын, мына жерде, мына ситуацияда, мына тығырықтан шығаршы деп сұраған дұғаларыңыздың барлығы Аллаға шүкір орындалып кетті ғой, И сол сияқты қарасаңыз, сонда бізді 95% көрінбейтін әлем бар да. Мысалға, сіз көріпкелдерге, бақсы балгерлерге барсаңыздар, видеосын бармаған адамдар болса, мысалға, олар бірдеңені көріп, алдыңызға барып, бірдеңені айтып береді ғой. И ойлайсың ғой, бұлар қаяқтан көреді, деп қаяқтан көреді, мынау дейсің ғой. Мысалға, бізге 95% нәзік әлем көрінбей тұрса, оларға, возможно, 50% көрініп тұруы мүмкін да. Может, 10%, біз 5% әлемді материяны көріп тұрық қой, оларға 20% немесе 15% көрініп тұруы мүмкін. Мына нәзік әлемде сол бізге көрінбей тұрған нәрсе оларға көрініп тұрған екен, олар сенің болашағыңда не болатынын олар айтып бере алады да. Бірақ ешқандай көріпкел, ешқандай экстрасенстер 100% көре алмайды екен да, Алла тағала ғана көре алады екен да. Мысалы қараңыздаршы, если біздің айналамызда нәзік әлем болмаса,
квантовый скачок, жаңағыдай квантовый әлем бір түрлі жаңағыдай құдіретті күш болмаса дейік та енді. Если біз барлығын көре алатын болсақ та, біз қазір 5% материяны көреміз деп жатырмық қой. Біз 95% наоборотынан болса да, 95% біз барлығын көре алатын болсақ та, 5% бізге не дано көре алмайтын нәрселер болса, түсінікті болып отыр ма? Кері байланыс беріп жүріңіздерші. Не дано нәрселер болса, біз 95% бүкіл нәрсені көріп біз өмір сүре алмаймыз ғой. Қалай дейсіз? Сіздер күшті деп ойлауларыңыз мүмкін ғой. Сіз барлығын өміріңізде не болатынын барлығын көретін болсаңыздар, сіз өмір сүре алмай қаласыз ғой. Мысал үшін қараңызшы, мысалға 5 минут алдын сіздің өміріңізде мынандай жағдай болуы мүмкін. Мысалға сіз құлап қалуыңыз мүмкін. Сіз оны сезіп тұрсыз, алдын ала бәрін біліп тұрсыз да. Сіз қорқа бастайсыз ғой. Мысалға сіз бір жылда байып кетіп, миллионер болып кетуіңіз мүмкін. Мысалға сіз енді болашағыңызда не болатынын білмеймін ғой. Сіз болашақта тек қана жақсы нәрселер бола бермейді ғой. Адам болған екен бұл сынақ болуы мүмкін өміріңізде, иә. Сондай дүниелер болған кезде сіз оны алдын ала көріп қоятын болсаңыз, сіз қорқасыз ғой. Мысалға сіз бизнес ашқыңыз келіп жатыр, иә. Бизнес ашқыңыз келіп жатыр. Отбасыңызға бір белгілі бір инвестиция құйғыңыз келіп жатыр. Мысалға депозитке ақша салғыңыз келіп жатыр, болашағыңыз үшін, бала шағаңыз үшін депозитке ақша салғыңыз келіп жатыр да. Сіз білесіз да, мысалға мынандай Каспий банк немесе қандай бір банк, сіз депозитке салатын банк банкрот болып қалатынын білсеңіз, сіз ойбай деп ақшаңызды банкке салмайсыз ғой. Сіз ол ақшаңызды құшақтап та жүре алмайсыз да. Себебі сіз какой-то момент сіздің үйіңізге ұры түсіп, немесе сіз тонап кетуі мүмкін. Вот сондай нәрселерді қорқып, сіз өмір сүре алмайсыз да. Немесе сіз бизнес ашқыңыз келіп жатыр. Кері байланыс беріп жүріңіздер. Немесе бизнес ашқыңыз келіп жатыр да. Сіз ол жерде не қылды? Сіздің бизнесіңізде провал, немесе сіздің бизнесіңіз жүріп кететін, жүрмей кететін, сіз біліп тұратын болсаңыз да. Болмайды ғой. Бізде любой нәрсе тәуекелге келеді. Тәуекел етсеңдер, Алла тағалаға, біз кімге тәуекел етеміз? Біз Алла тағалаға тәуекел етеміз ғой. Біз мысалға бизнес құрып, біз серіктесімізге тәуекел етпейміз. Біз вообще Алла тағалаға ғана тәуекел ете аламыз ғой. Сонда біз барлығын көретін болсақ, біз сонда тәуекел етпей жүре береміз ғой. Сол үшін де біздің көзімізді ашпай қояды екен да. Түсіндіре алдым ба? Енді қараңыздар. Не үшін ақыр көріпкелдер, бақсылар, экстрасенстер күшті екен да, ақыр бүкіл адамның бүкіл өткен кеткенінің барлығын біліп отырады екен да, біліп отырады екен. Ал неге онда өздері ескі үйде тұрады, неге өздерінің жағдайларын жасап алмайды, бір ойландыңыздар ма? Неге өздері әбіржіп жүреді, неге өздері ухоженный емес, вообще неге олар өліп қалады мысалға да, ақыр олар білетін, ақыр бәрін біледі екен да. Өзіңіз ойлаңызшы. Өзіңіз ойлаңызшы. Сіздің курсыңызды алып жатыр мен. Берсіңізге. Мен оқырман. Демалысқа кетті, құдай қаласа, Прям ойда отырсыз? Прям ойда сабақ өтіп отыр. Жақсы. Өзіңіз ойлаңызшы. Енді қараңыз, мен осы соңғы кездері мынандай нәрсені білдім. Және де оны сіздермен бөліскім келді. Менің оқырманым екен. Демалысқа кетті. Осы курсты алыпты. Көріп алатын шығар ақырынан. Өзін көретін шығар. Күшті. Енді қараңыздар. Біздің қорқынышымызда көп деген жауап жатыр екен да. Біздің қорқынышымызда жатыр. Именно осы қорқынышпен жұмыс жасауды мен сабағымда үйретем. Енді қараңыз, қорқынышта біздің сұрақтарымыздың жауабы бар. Қалай сонда дейміз? Көп адамдар Алла тағала жаңағыдай, если бізге барлық көрінетін болса, біз қорқпаймыз ғой. Қорқпаймыз, тәуекел етпейміз, біз неге қорқамыз? Соның артында бізде үлкен ризық, үлкен ресурс жатыр екен да. Мысалға мен мойындаймын. Мен қазір осындай 11 миллионның машинасын небәрі 10 теңгеге еще ақтер көктер болып мына жақта тамақтарым ауырып, сіздерге жеткізем деп қаншама курс еще мына беретін нәрселердің бәрі әшейін бонусқа беріледі. Оны бермей қойсын болады, бірақ ақ көңілдігім ұстап
бергім келіп жатыр да. И осындай білімдердің барлығын мен бонусқа беремін да. И еще психосоматика, мына аурулардың барлығын үйретемін да сіздерге ше, қалай өңдеу керек екенін. И сонда қараңыз, мен сонда просто курсты сатып мына машинаны қоймай қойсам да ол курс өтеді ғой. Бірақ менің жүрегіме осы машинаны осы қатысқан адамдардың ішінде ойнат деген Алла тағала бір белгі берді ше. Белгі берді. И мен алдымда оны бір апта қорытып жүрдім. Қорықтым, себебі мен алдын ойнатқан, менің сабақтарыма қатысқан кісілер болса, ол кезде мен әшейін арзандау 500-лік, 1000 теңгелік, 2,5 теңгелік арзан курстар сатып, енді шар курсы, жаңағыдай фуд-флористика деген сияқты жеңіл курстарды оқытып ойнатқанымда, и ол ары кетсе 3 миллиондық, 4 миллиондық машина еді. Мынандай 11 миллиондық машинаны ойнатуға менде қорқыныш болды кәдімгідей, мен мойындаймын. Бірақ Алла тағала ол идеяны маған салды ғой. И салды, мен сонда неге мен оны жауып қоя салуым керек? И мен мынаны білемін да, еще страхтың артында қорқынышыңа қарсы жүрген кезінде саған үлкен ресурс, ризық ашылады. Мысалы қараңыздар, мен сіздерге білім беремін деп жатырмын ғой. 15 күн сабақты бастаймыз. Сол сабақ басталған кезінде мен кәдімгідей плюс машина беріп жатырмын. Әлі менің машинамның ақшасы шыққан жоқ, жарты ақшасы енді шықты да, мысалға. Машинамның ақшасынан бұрын мен мынандай да сабаққа кәдімгідей дайындалып жатырмын да, мен адамдарға от души болатындай, адамдардың жүрек көзі, адамдар мен арқылы оянып кететіндей мен максимально тырысайын деп, мен қолымнан келгенін жасап жатырмын да, ізденіп жатырмын. Мысалы, сіздер ойлап отырсыздар ғой, мынау білетін нәрселерін үстесіп айта салады. Жоқ, мен кәдімгідей білімдерді слайд қылып жазып, қараңыздаршы, қанша нәрселер істеп жатыр сіздерге. Мен ноутбукымды көрсеңіздер, сошисіздер 100 бет болғанша. И оның барлығы не үшін? Сіздерге мен бір нәрсе үйретемін деп жатып, өзім дамытып жатырмын да. Өзіме де мықты дүниелер болып жатыр да өзімде. Мысалы қараңыздар, квантовый скачок. Квантовый скачокты мен 500 мыңға алғам. Және де мен сіздерге просто мынандай курсты үйретпей, просто работающий техникаларын үйретемін. Мен өзім нені қолдандым өмірімде, сол нәрсені сіздерге үйретемін деп шешіп жатырмын да. Түсінесіздер ме, осындай нәрселер. Сіз 500 мыңға ол курсты сатып алуыңыз мүмкін, бірақ оны түсінбеуіңіз мүмкін да. Ал мен ол курсты сатып алдым, және де мен оны өмірімде қолдандым. Сіз сонда бір жерге автобуспен барғанша, бір жерге вертолетпен бара саласыз да. Нәтижеге, вообще мақсатыңызға вертолетпен ұшып бара саласыздар да. Пробка, анау, мына жерде тұрып, неге кіріп кету деген жоқ та, выгоранияға түсіп кету деген жоқ. Мен не істедім, соны айтам. Ары қарай таңда өзіңізде оны істейсіз ба, істемейсіздер ме? Және де мен енді альхамдулилля мұсылман болғандықтан, мен сіздерді бірдеңе деп бірдеңеге кіргізіп жіберетін мен ондай емеспін. Өзім молданың қызы болғандықтан мен уже білемін да, не айтатынымды. Менде фильтр өте мықты. Мен фильтрдан өткізіп сіздерге сабақ беремін. Ол фильтрдан ары қарай сіздер өздеріңіз діни сауатыңыз болса, одан да өзіңіз фильтрдан өткізіп, менің керегімді аласыз, керек емес жерін қоя саласыз. Таңдау өзіңізде. Адамда, қараңыздаршы, мен сіздерге күшті нәрсе айтайыншы. Миллионер мышлениесі деген сабақты соған кіріспей айтайын. Квантовый скачокты мен сторисімде біраз ақпарат беріп қойдым да, себебі. Миллионер мышлениесі деген сабақ бар. Бұны да мен сіздерге бонус ретінде берем. Что-то тамақтарым, мұндарым не посмотри. Не отыр? Бара-бара сөйлеген сайын тамақтарым мұрындарын қысып жатыр да, как будто айтпа деген сияқты. Миллионер мышлениесі деген нәрсе бар да. Қараңыздаршы, ақша дейміз барлығымыз. Осы уақытқа дейін ақша тауып жүрсіз. И вообще мен соңғы кездері шок болған ақпаратым, сіздер де шок боласыздар. Мына кедейлік бар ғой, ақшаның жоқтығы, кедей өмір сүру, оның өзі ауру екен да. Біз қазір психосоматикалық ауруларды өңдейміз, одан жазылу жолдарын үйренеміз, сау жүрек деп жатырмыз ғой. И вот именно мынау кедейлік те ол ауру екен да.
мысалға сіз тұмау болып қалсаңыз, сіз дәрі ішесіз ғой барып. Немесе асқазаныңыз ауырса барып сіз дәрі ішесіз ғой. Мезим алып ішесіз, Вот сол сияқты мынау кедейлікте де ауыр жетпей жатыр ғой. Мынау кедейлікте де сіз емделу керек екенсіз да. Қалай емделесіз? Сіз осындай сабақтар аласыз. Миыңызды дамытасыз. Вообще миға дәрі бересіз да. Миға, санаға дәрі бересіз. Түсінікті ма осы? Так, тағы не айтайын сіздерге? Айтсам әңгіме көп ше. Мен сабақтың қанша күн болатынын білмеймін, қыздар. Мен өтем, өт деген нәрсенің барлығын өтем. Менде мынандай жоқ та, сіздер ойламаңыздар. Мысалға мен қанша курс алып жүрмін өзімде. Бүйтеді да. Мысалға мынандай да. Бір курстарға барасың ғой. 1000 теңге алып шақырып алады. Сосын 5000 теңге, 5000-нен кейін 10.000, 10.000-нан кейін 100.000, 100.000-нан кейін. Өшіп сора береді да ана адамды ше. А сіздерге мен не айтып жатырмын? Не бәрі 10.000 теңгемен аласыздар, ренжімеңіздер, что-то мен мындай қысылып жатыр, мынаяқтан бір түтін ба бірдеңе келіп жатыр да. Мұрным заложен болып, тамағым кетіп жатыр уже. Жаман болып жатыр. Адамды сора береді ғой. Бұл жерде қараңыздаршы, 10.000 теңгеге аласыздар и өміріңіздің соңына дейін қолданасыздар. Және де реально ғой, сондай ғой, Міне Алла куә, мен сіздерге не білем, соның барлығымен бөлсем, ары қарай енді офлайн болашақта істеймін. Себебі мынау онлайн, сабақ онлайн болды айтпақшы. Онлайн болғандықтан бүкіл Қазақстан қатысу керек. Просто мен болашақта өткіземін онды офлайнда. Просто машинаны, сабақты жоғары деңгейде қолымнан келгенше өткізуім керек та. Что мен білетін нәрсенің барлығын почти Қазақстанның әрбір әйелі жоқ, Телеграм, Инстаграм арқылы болады. Мен білетін ақпаратты Қазақстанның әрбір әйелі білсе ғой деймін да. Сол үшін де қайта рекламаны сала берем. Бір адам айтса айта берсін, неге мына машинаны сала берді, неге оқуын сала берді деп. Қолынан келсе, қорқынышына қарсы тұрып көрсін. Мен өзімді құрметтеймін. Неге? Себебі бұл да ерлік. Адамға мынандай білімді бере салғаннан бұрын, мынандай көлікті қойып тұрып, тәуекелге барып тұрып, қорқынышын жарып өтіп, еще адамдарға үстіп беріліп өту үшін адамға үлкен жүрек керек. Жүрек керек. Дұрыс па? И сол мен өзімді құрметтеймін, себебі қорқынышыма қарсы тұрып, Алла тағала ой салды, сол ойды әрекет жасап жатырмын да. Даже мен нәтижеде қойған жоқпын. Алла тағала шешуші, білуші. Енді қараңыз, емшілер жайлы айтпадыңыз ғой, неге олар үйлеріне онша қарамайды дейді. Өзінен сұрасаңызшы. Өзінен сұрасаңыз. Мен сіздерге не айтып жатырмын? Егер сол емші күшті болып кетсе, неге ол өзінің туысқандарының қашан өлетінін, қашан қай жерде ауырып қалатынын айтып бермейді? Сен мынандай аурумен ауырып қаласың, кол ашпе. Сен қант жер берме, сахар болып қаласың деп неге айтпайды? Мысалға сен сахар болып қаласың 5 айдан кейін деп неге айтпайды? Себебі өздері де білмейді ғой. Неге ол күшті болса өздеріне особняк үй салып алып, неге күшті болып тұрмайды? Бір кем дүние деген бар да бұл жерде. Сондай бар. Мен олардың жеке шекарасына кірмеймін. Әркім өзінің күнәсін көтереді. Мен оларды күнәһар да демеймін. Күнә жасап жатырмын, не істеп жатыр ол? Алла тағала білуші да. Уайымдамаңыздар, сабақ мәңгілік сақталады сіздерде. Қашан көресіздер, сол кезде көресіздер. 15-нен бастап сабақты бастаймын. Және де қараңыздар, 15-не дейін төлем жасағандардың арасында энергия көтеру, квантовый скачок. Дала шай. Квантовый скачок, энергия көтеру, миллионер мышление, сол сабақтардың барлығын тегін беретін болам.
Ал 15-нен кейін уже ренжімеңіздер, тек қана бірақ не ренжімеңіздер емес, психосоматиканың өзін мен мысалға 800 мыңға кетті ғой, почти миллион ақшамыз кетті, әлі оқып жатырмық. 6 айға кетіп жатыр ма психосоматиканы? 6 айға кетіп жатыр. Біз әлі оқып жатырмық да. А сіздер 10 теңгемен еще психосоматиканы білесіздер. Былай да ешқандай өкпелейтін нәрсе жоқ. Наоборот, ырза болсаңыздар. Және де мен сіздерге айтайын ба? Бұрында мен жақсы көретін өлең болады. Көк аспан деген. Асланға шыққан көк аспан деген музыка болады ғой. Қараңыздаршы. Мына өлең күшті отыр ше. Андай квантовый поляда, мынандай потокта жүрген кезде бар ғой. Мен сіздерге бір қызық айтайын. Өткенде сиыр сауып шықтым да, бірақ менің айдайтын кезім екенін білген жоқпын. Пада өріске айдаймыз, ұзақ жүреміз ғой. Сонымен обычно кейде қайнағалар шығып қалатын да, келін айдамай қойыңыз, өзіміз айдаймыз дейтін. Сонымен жаңағы бір көрші абысының келін екеуміз шықтық. Сөйтіп енді айдағым келіп тұрған жоқ енді. Жүргім келіп тұрған жоқ. Сонымен жаңағы келінге айттым да, той бір қайнағалар жоқ па екен, бүгін келін қоясаңыз деп айтатын деймін ғой. Келін қоясаңызшы, өзіміз айдаймыз деген адам қайнағалар бар ма екен дегеннен ана келіншек айтты да, жоқ жеңше, тыныш қой, бүгін қаяқтан өзіміз айдаймыз деп жатқан еді да. Сөйтіп какой-то бір 5 минут болған жоқ, сіздерге айтайын. 5 минут болған жоқ. Артыма қарасам, оны сторис көретіндер білет. Артыма қарасам, бір қайнағам атпен келе жатыр да, келін қоясаңыз өзім айдай салам дейді да. Мен таң қалдым ғой. Күйеуім айтам да, мен 5 минут болған жоқ деймін да, артымнан ағай келіп тұр деймін да. Қараңызшы, аспанға шықтым, көк аспан деп тұр. Күшті нәрсе ғой, қыздар. Көрдіңіздер ғой, мен оны специально да істеген жоқпын да, себебі сөйлесіп келатқанымды көрдіңіздер да, ондай жоқ қой дейді да. Біз артымызға қараған кезде де ондай адам жоқ еді да. Қарасам, 5 минутта болған жоқ, қайнағам атпен келіп, келін айдамай қойыңыз, өзім айдаймын дейді да, сиырды өріске ше. Енді бұл кайф қой, қыздар. Поляда жүріп, бірақ бір нәрсе айтайын. Квантовый поляда жүрген кезде, мына энергия көтеріліп тұрған кезде, жаман нәрсе ойлауға болмайды да. Себебі жақсы нәрсе ойласаң да орындалып кетеді, жаман нәрсе ойласаң да орындалып кетеді да. Сол үшін абайлау керек та. Сенде таңдау бар ғой. Жақсы нәрсе ойлаған, жаман нәрсе ойлаған дұрыс па? Ақыры екеуі де орындалып кететін болса. Қараңыздаршы, жақсы нәрсе ойлаған дұрыс па? Жаман, конечно, жақсы нәрсе ойлау керек қой. Жақсы нәрсе ойлау керек қой, дұрыс па? Енді сенде сондай күш бар екен білген кезде, сенде поток ашық кезде, сен аузыңа байқап сөйлеу керексің. Байқап сөйлеу керексің. Сол жағы бар да, бір жаман жер сол. Сол үшін тек қана жақсы нәрсе айта бересің. Жақсы деп. Так. Енді сабаққа төлем жасау жайлы айтайын. Сөйтейін да, мен YouTube-қа негізі 10 минуттық видео түсіремін деп келгеннен 1 сағат отырыппын ғой. Қазір мен 2 жерге қонаққа шақырып қойған. Сыйлы қонақпын. Сол үшін красивая сегодня деп қойын да. Қараңыздар. Сабаққа төлем жасау үшін мұқият қараңыздар. Менің YouTube-тағы оқырмандарым, мен сіздерді құрметтеймін. Мен сіздерді былайша айтқан кезде, сіздер менің аудиториямды YouTube-тағы оқырмандарымды вообще қатты сыйлаймын. Инстаграмдағын сыйлаймын, конечно, бауыр басып қалған сіздерді жақсы көремін, туысқаным сияқты сіздерді. Бірақ YouTube-тағы оқырман апалар кәдімгідей саналы тұрды. Мына қыз, кішкентай қыз не айтады екен, жаңағыдай андай да. Не айтады екен деп кәдімгідей андай эфир үзіліп кетсе WhatsApp-қа шығып, Айдана қызымнан аяқтамадың ғой, не айтқың келді деп саналы тұрғыда мына Айдана не айтады екен деп кіреді да. Мысалы, қазір сіздер Инстаграмда просто так шықтым, кіріп шығып жатсыздар, олар до конца тыңдайды да. Сол үшін қатты жақсы көремін ше. Сіздерді жақсы көремін. Так, төлем жасау үшін қараңыздар. Народный, Каспий, екеуіне 10.000 емес, вообще 10.000 теңге төлейсіздер. Сіздер чекті тура осы номерге жібересіздер WhatsApp-қа. Мен сіздерді қосам. Және де мен бір таң қалатыным ше.
бұрында 1000 теңгелік 2000 теңгелік курс сататын кезінде менің оқырмандарым жеп қоятын ғой. Сәл енді адам болған екен, отырысқа барасың, тірлік істейсің, иә, WhatsApp-қа қарай алмай қалған кездерінде айбай, неге жауап бермейсің, сен алаяқсың ба, сен ата деп жеп қоятын ғой. Ал қазір бағасы 10.000 теңге болған, 10.000 теңге аз ақша емес, бірақтан мына білім үшін кәдімгідей тиын ғой енді. Вот сол кезде қараңыздар, қазір маған келіп жатқан адамдар осознанно сабақты алып жатқан, араларыңызда қаншама жандар отыр, кәдімгідей күтіп сабырмен 15-не дейін қанша бір апта бар ма, кәдімгідей сабақты күтіп отыр да, алғысы келіп осознанно да. Перзат дегеніңіз жоғалшы деп қойыпты. Жоқ, мен жоғалмаймын. Мен осы жерде тұрмын, тамырларыммен, жердің астында тамырларым мені мықтап ұстап алған, мен крепкий орешек болып тұрмын. И сосын мынандай осындай айтатын кісілер мен сіздерге көмектескім келеді. Сіздер давайте осымен сабағыма келіңіздерші. Білесіздер ме, адам когда өсіп кеткен кезде қасында бірдей екі адам, екі дос, көбінде достардың арасында болады ғой, екі дос бір нанды бөлісіп жеп жүріп, бір дос өсіп кеткен кезінде, бір дос өсіп, бір дос қалып кеткен кезінде, мына достың мынаған көралмаушылығы ашылып кетеді да, іштарлығы ашылып кетеді. Ол табиғи құбылыс. Неге оның іштарлығын ашатын мен айтайын ба? Себебі Алла тағала ана екі дос қой, мына мен, мына жаңа жоғалшы деген қыз ғой. Мына мен, мына жоғалшы деген қыз. И мен өсіп жатырмын ғой. Мына кісі бір орында тұр да, и оның көре алмаушылығын, Құралай хан менің ұстазым ғой, көре алмаушылығын Құдай ашты да оның. Мен ашқан жоқпын оның көре алмаушылығын. Көре алмаушылық сезімді болған Құдай беріпті да. Неге? Себебі мен мына өсіп жатырмын ғой. Сен де өссе деп сигнал беріп жатыр да. А мына адамның қателігі не? Мынаған атака жасайды да. Сен өзгеріп біткейсің, сен андайсың, құрт кетші, жоғалшы, анандай, мынандай деп кетеді да. Ана самом деле бұл да мынаның істеген істесе, бұл да өсер еді. Екеуі былай өседі да. Түсінесіздер ме? И Алла тағаланың планы бізден шексіз күшті. И адамда таңдау бар да. Саналы түрде ойлап, айдана не істеді екен, бұл қалай, бұл рухани өсіп кетті деп менің артымнан еруіне болады. Мына жақта ол көре алмай отыруына болады, түсіндіңдер ме? Енді қараңыздаршы, егер сізде осындай сезім болса, көре алмаушылар, тәуіпте не шаруаларыңыз бар, не қыласыздар, тәуіпті жандарым, зачем? Қазір мен таңғалам, сізге қазір қандай информациялар айтылып жатыр, өзіңіз ойлаңызшы, сол нәрселерді бір түсініп қалсаңыздар, түсініп оқып қалсаңыздар, қараңыздаршы, тәуіп неме қыласыздар, біреудің өмірін. Сіздерге қазір адамның өзінің өмірі қызық қой, өзіңіз мынау қазір біз мынау әлемді дер кезінде ұстап, дер кезінде пайдаланып қалмасақ, бұл бізден өтіп кетеді, сосын жүреміз. Мына интернет бар ғой, ұстайтын ауылдар бар, 3G ұстайтын жер бар, 5G ұстайтын жер бар. Вот сол сияқты ертең 6G шығады, 7G шығады, неше түрлі измерениялар шығады. Сол үшін мынау қазір қарасаңыздар, әлі де сонда ұстайтын ауылдар бар да. Сол сияқты мына қазір сіздер көп ақпарат біліп жатсыздар ғой. И вообще психология не екенін, мынау не оттап жүр деп жүрген адамдар болады. Оларға ренжуге болмайды, себебі олар ұстайтын районда жүр да, олар әлі 3G-ның не екенін білмейді да, 3G-ның не екенін білмейді адамдар. Олар еде тұрғаннан кейін 3G-ға таңғалып жүрген адамдардан яқта 5G-дің әңгімесін ол қақтан түсінсін. Қалай? Күшті ма? Сіздерші. Мен өзіме кайфовый вообще осы нәрсені айту, сіздерге түсіндіру бар ғой, прям білмеймін енді, бұл Алла қалаған дейін да. Сіздер ме? Мен айтам дедім сіздерге, басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Түсінікті ғой, сосын мынандай ғой, көре алмаушылық сезім болса, сондай сезімдеріңіз болса, қорықпаңыздар өздеріңізден. Көре алмаушылық, іштарлық, мақтаншақ, неше түрлі сезімдеріңіз болса,
біздің адамдар ең жаманы өзін кінәлап кетеді. Мен қандай оңбаған едім, неге мен шыдарлығым, неге мен адамдарды көре алмаймын, неге мен ұндаймын, неге мен ұндаймын деп кетеді да. Ал шын мәнінде өз-өздеріңіз етпеңіздер. Мен қайныларым. Қорқам ше? Мінейін ба? Шалып кетпейін ба? Атқа мінейші зата. Мен бірақ қорқам. Қазір қысқасыншы. Прямо қысқаншы. Момын берсей. Мен вообще өмірінде бірінші дүниеден мерге болған. Вообще білесіз ба? Вообще білмеймін. Ничего білесіз ба? Қалғалаңыз бітті? Жауын аяқпен ба? Ha? Екі, үш. Ауан тұры болды. Тоқта. Тоқта. Орай тоқта. Орай, ұрса ұстап жүрмей. Әше бір айда тоқта. Аз қалауына қойғай, қорқам мен. Қаншадан атпен айналып келу Тоқта, балдар? тоқта. Балдар. Bir tane denge. Kurup bir tane jaksaga tushmang boshqa. Қорқатым. Қаяқша айналады. Қорқатым мен. Qo'rqma bak. Ne qo'yapsiz? Olmasa shu o'tir. Қорқам, екі бақ түсем. Qo'rqmasiz? Siz qardan jamon qo'yapsiz. Nega barang? Buni qo'yib ketsana. Ай, тоқта. Тоқта, ерте болып қойшы. Машина жайлы қоям. Сөтке сөз бар, рейт. Түспеймін, қорқатым. Соғыз дейм. Давай сен, мен айфонмен түсіресің ба? Соттым. Бисмилла. Айби! Ат қаншадан? Ойбай, тоқта.